Қазір халыққа қызмет көрсету орталықтарында, ауруханада, банктерде кезек күту әлдеқайда жеңілдеді. Жаңа технология арқасында қажет кезде сізді компьютер өзі шақырады. Жүйе сағат секілді мінсіз жұмыс істейді. Айтпақшы, мұндай бұйымдар мен уақыт есебін жүргізетін электрондық құралдарды шығару бірдей деуге болады. Айырмашылық тек бағдарламасында ғана. Сонымен бізге сағат пен минутты дәл көрсететін цифрлық табло қалай жасалады? Сағатқа күніне қанша рет қарайтыныңыз туралы ойланып көрдіңіз бе? Орташа санын есептеп шығару өте күрделі. Өйткені ұйықтап жатқанда сағат бізді аса қызықтырмайды, ал күткен сәтте оған минут сайын қарауымыз мүмкін. Жарықты табло мен дисплей қолданылатын электрондық сағат тарихы кеше ғана басталды. Өткен ғасырдың орта шенінде. Оған дейін 500 жылдан аса уақыт тілі бар механикалық сағаттар билік құрды. Жарық диодтардың артықшылығы жарқырай жанатыны. Сондықтан сандық табло қазіргі күні аурухана ма, мектеп пе, немесе вокзал ма, қоғамдық орындарда ең көп таралған құрылғы. Болашақ бұйымды жасау корпусын дайындаудан басталады. Мынандай қалыңдығы 3 мм көлемді акрилді шыныны кесіп, дайындама жасау қажет. Чтобы загрузить сюда лист, его надо вручную сначала отмерить, разрезать. Табақшаны мұнда салу үшін алдымен оны өлшеп, дайындама көлеміне сәйкес кесу қажет. Шығынның мүмкіндігінше аз болғаны дұрыс. Сосын табақшаны станокта өңдейміз. Лазер бағдарламасын нақыштауға, сурет салуға, кесуге қоямыз. Настраиваем уже гравировку, веску, рисунок. Станок корпустың алдыңғы және артқы бетімен бекіту бөлшектерін автоматты түрде дайындайды. 15 минутта бәрі дайын. Сағатымыздың миы мына тақта. Оның негізі қазақстандық компаниялардың жеке сызбалары бойынша шетелде істеледі. Қалғаны осында жасалады. Тақтаға трафарет арқылы дәнекерлегіш паста жағамыз. Үлгі дәнекерлегіш паста өз орнына дәл жатуы үшін қажет. Сосын тақтаны қондырғыға қойып, станокты іске қосып, бөлшектерді орнатады. Әуелі кассета компоненттермен бірге арнайы бөлікке орнатылады. Бір катушкада 5000-нан 10 000-ға дейін элемент орналастыруға болады. Сосын станокты басқаратын компьютерге параметрі беріледі. Механизм вакуумды қысқышпен бөлшектерді алып, компоненттерді тақтаға орнатады. Бұған бар жоғы 10 минут кетеді.
Енді тақтаны мынандай феннің көмегімен қолмен қыздырады. Қыздыру температурасы 270 градус. 20 минут ішінде дәнекерлегіш паста еріп, элементтер аяғын басу тақтасына біріктіреді. Сағатымыздың ішкі құрылысы дайын болды. Енді оны тексеру қажет. Бұл электронды микроскоп арқылы жүзеге асады. Инженер дайындалған тақтаның әрбір миллиметрін мұқият қарап шығады. Егер бәрі дұрыс болса, тек қана жинау қалады. Жинауға бірнеше минут кетеді. Қосымша элементтер корпусқа орнатылып, сағаттың жұмыс істеу қабілеті тексеріледі. У нас ультратонкий корпус 6-5 мм. Потом Корпусымыз өте жұқа, 5-6 мм. Тағы бір ерекшелік, біз қосалқы бөлшектерді үнемдеуге тырыспаймыз. Жарық диодтарын көп орнатамыз. Бір ғана 8 санында 100 жарық диоды бар. Сағатта 400-ге жуық, ал басқаларда 150-180-нен аспайды. У других производителей где-то 150-180, где-то вот так. Айта кетер жайт, отандық компанияның 1 сағат станциясына шексіз көп сағат қоса алатын мүмкіндігі бар. Уақытын сәйкестендіру компьютеріне жер серік арқылы жүргізіледі. Сағат жүрісінің ауытқуы жылына 5 секундтан аспайды. Компания сондай-ақ көптеген отандық банктер мен ауруханаларда орнатылған электронды кезек басқару жүйесінде шығарады. Компания сондай-ақ көптеген отандық банктер мен ауруханаларда орнатылған электронды кезек басқару жүйесінде шығарады. Главным критерием мы ставили, конечно же, возможность обеспечить нашим клиентам. Басты мақсат клиенттерімізге заман талабына сай, мейлінше қолайлы қызмет көрсету. Оның үстіне біз отандық компанияның қызметін пайдалану арқылы өз еліміздің экономикасы мен өндірушісін қолдаймыз. Производителя и экономику нашей страны. 2011 жылдан бері Қазақстан бойынша 60-тан астам стендинг кезек басқару жүйесі орнатылды. На данный момент у нас есть достаточное количество партнеров, с которыми мы работаем по регионам. Қазіргі сәтте бірге жұмыс істейтін аймақтық әріптестеріміз аз емес. Олардың санын әлі де арттырамыз. Бүкіл Қазақстанды қамтитын дистрибьюторлық жүйе құруды жоспарлап отырмыз. Біздің жүйемізді күн сайын 500 мыңға жуық қазақстандық пайдаланылатынын мақтан тұтамыз. Олар қазір барлық жерде тұр. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында, ауруханада, банктер мен мемлекеттік мекемелерде. И государственные учреждения. Кәсіпорын ТМД нарығына әлдеқашан шықты. Көп ұзамай Қазақстанда жасалған сағаттар мен электронды кезек басқару жүйесі Армения Республикасының мекемелерінде жұмыс істейді.